Жер бетінде уақыт тоқтап қалғандай көрінетін бір мемлекет бар. Ол туралы шындықтан гөрі миф көп. Интернетте солтүстік Кореяда Ким Чен Ын жиналыста ұйықтап қалған шенеунікті зениттік зеңбірекпен атып тастапты. Олардың ғарышкерлері күнге қонып қайтыпты, немесе жалғыз мүйізділердің үңгірін тауыпты деген ақпараттарды оқыған боларсыз. Олардың қайсысы шын, қайсысы өтірік екенін ажырату қиын. Бірақ ең қорқыныштысы, солтүстік Корея туралы шындық кез келген мифтен асып түседі. Бұл елде Голливудтың ең қорқынышты антиутопиялық фильмдері күнделікті шынайы өмірге айналған. Бүгін біз жер бетіндегі ең жабық мемлекеттің қарапайым ақылға сыймайтын, ең қатал әрі абсурдты заңдарын қарастырамыз. Олар неге мұндай заңдар қабылдады және қарапайым халық бұл тозақта қалай өмір сүреді? Заңдардың себебі. Неге бұл елдің заңдары соншалықты қатал? Жауап өте қарапайым: қорқыныш және абсолютті бақылау. Солтүстік Кореяның саяси жүйесі Чучхэ идеологиясына негізделген. Ол бойынша кимдер отбасы қарапайым басшылар емес, олар құдайға теңестірілген тұлғалар. Диктатура үшін ең үлкен қауіп сыртқы әлемнен келетін ақпарат. Егер халық оңтүстік Корея немесе ақш-тағы еркін өмір туралы білсе, режим құлайды. Сондықтан мемлекет адамның тек не істейтінін ғана емес, не ойлайтынын, не киетінін, тіпті шашын қалай қиятынын да толық бақылауда ұстауы керек. Бұл билікті сақтап қалудың жалғыз жолы. 3 ұрпақ жазасы. Бүкіл отбасылық репрессия. Қарапайым елдерде қылмыс жасаған адам өзі ғана жауап береді, бірақ солтүстік Кореяда олай емес. Бұл елдегі ең қорқынышты заң 3 ұрпақ жазасы. Егер сіз саяси қылмыс жасасаңыз, мысалы, оңтүстік Корея драмасын көрсеңіз, Інжіл оқысаңыз, немесе елден қашпақ болсаңыз, тек сіз ғана емес, бүкіл отбасыңыз жазаланады. Сіз, сіздің ата-анаңыз және сіздің балаларыңыз өмір бойына саяси тұтқындарға арналған концлагерге жіберіледі. Бұл лагерлерде адамдар күніне 14-тен 16 сағатқа дейін үңгірлерде немесе орманда ауыр жұмыс істейді. Жаңа туған нәрестелер лагерде дүниеге келіп, өзінің не үшін жазаланғанын тіпті білмей, сол жерде өліп кетуі мүмкін. Мемлекеттің мақсаты сатқындардың тамырын 3 ұрпақ бойы толықтай жою. Күнделікті өмірдегі шектеулер. Репрессия тек саясатпен шектелмейді, ол адамның жеке кеңістігіне де кіріп кеткен. Қасиетті портреттер. Әрбір үйдің төрінде Ким Ир Сен мен Ким Чен Ирдің портреті ілулі тұруы міндетті, және бұл жай ғана сурет емес. Олардың астына ештеңе қоюға болмайды. Суретті шаң баспауы үшін тек сол портретке арналған арнайы шүберекпен сүртіп тұру керек. Егер үйде өрт шықса, адам бірінші кезекте балаларын емес, портретті құтқаруы тиіс. Портретті жанып жатқан үйден алып шыққан адамды қаһарман деп таниды, ал суретті өртеп алған адам концлагерге кетеді. Ең бір түрлі талап – нәжіс өткізу нормасы. Бірақ ең таңқаларлық және жиіркенішті заң экономикалық дағдарысқа байланысты. Кеңес одағы ыдырағаннан кейін солтүстік Кореяда химиялық тыңайтқыштар тапшылығы басталды. Егін өсіру үшін үкімет халыққа жаңа заң шығарды. Әрбір азамат жылына белгілі бір мөлшерде адам нәжісін мемлекетке өткізуі тиіс. Иә, сіз қате естімедіңіз. Қыс мезгілінде зауыт жұмысшылары, мектеп оқушылары мен қарапайым тұрғындар өздерінің және үй жануарларының нәжісін жинап, оны көктемде егістікке төгу үшін билікке тапсырады. Егер сіз квотаны орындай алмасаңыз, үлкен айыппұл төлейсіз, немесе сізді ауыр жұмыстарға жегеді. Бұл заң елдегі кедейлік пен толыққанды азық-түлік дағдарысының ең жарқын көрінісі. Қорытынды. Солтүстік Корея уақыт пен кеңістікке қалып қойған үлкен түрме. Мұндағы заңдар жай ғана ереже емес. Бұл миллиондаған адамның ерік-жігерін жаншып, адамдық қадір-қасиетінен айырудың құралы. Бұл елдің болашағы қандай болмақ? Оны уақыт көрсетеді.